Ең басты біздің мақсатымыз мынау елге, жұртқа, халыққа гептил деген нәрсе не нәрсе, оның зияны қандай деген тұрғыда халықтың көзін ашуымыз қажет. Өйткені гептилдің зияны туралы қазір біздің қолымызда мағлұмат өте аз, жергілікті халық білмейді. Халық ойлайды, ядролық сынақтар тоқтатылды Капустин-Ярда, сонымен жұмыс бітті деп ойлайды. Ол енді ешқандай зияны жоқ деп. Ал шын мәнінде оның сол 30 метрлік, одан да ұзын ракеталар, атылып жатқан ракеталардың, ұшырылып жатқан ракеталардың оттегі ретінде пайдаланылатын гептилдің зияны туралы біз айтуымыз керек, халыққа жеткізуіміз керек. Өйткені осы еліміздің, облысымыздың 3 ауданында, Жәнібек, Жаңақала, Орда аудандарында туылып жатқан мүгедек балалардың саны өте көп, және олардың саны жылдан жылға көбейіп келе жатыр, азаюдың орнына. Осыған байланысты біз Капустин-Яр полигоны толықтай жабылмайынша, тіпті ең болмаған жағдайдың өзінде осында ұшырылатын ракеталарда гептил отыны пайдалануды тыймайынша әртүрлі акцияларды, қозғалыстарды осылай ұйымдастырып жүзеге асыратын боламыз. Как вообще обращаться?